Ассалаумағалейкум достар. Бүгін Nexia автокөлігінің задний артқы ступица подшипнигін ауыстыратын боламыз. Бұл трассада жүрген кезде дыбыс шығарып тұр, жаңағыдай о деп. Соны ауыстырып жіберетін боламыз. Лифт те бар. Қазір бұны ашып, бірінші дөңгелекті шешіп алайық, сосын ступицаны суыратын боламыз. Мінекей дөңгелекті қалдық. Енді барабанды шығарамыз. Мінекей достар, барабанды шығардық. Дыбысын естіп көрсеңіздер. Подшипник төгіліп қалған іші. По-моему, или зазор көп. Осыны ауыстыратын боламыз. Мінекей мынау шпонканы бірінші шығарып аламыз. Сосын үстіңгі жағындағы шайбасы. Сосын мына жерде 24 деген бол. 24-ті босатамыз. Мінекей бұл босады. Енді жайлап суырып алсақ болады. Мінекей. Мына ішкі жағындағы подшипник. Сосын мынаусын. Мына ішінде көрсеңіздер, обоймасында да кішкене жиілгенелері бар. Уже подшипник із салып тастаған. Осыны ауыстыратын боламыз. Мінекей достар, бұны жақсылап сүртіп тазалап алдық, майын алып, енді мына ішкі жағындағы подшипникті суырып аламыз. Бұда лифт бар ма, жоқ па? Лифт жоқ, сәбіз жақсы. Арт жағында да бір сальник болады. Оны да шығарып алып тастаған дұрыс. Подшипниктің өзімен малвей алсаңыздар келеді ол. Мінекей сальнигі. Жақсылап сүртіп тазалап аламыз орнын. Мінекей мына жақты тазалап сүртіп алдық. Енді мына подшипниктің обоймасын шығарамыз. Екі жағындағы сыртқы жағы подшипниктің обоймасын бұл ұрып шығарылады. Сосын жаңасын қағатын боламыз бұған. Бізге мындай отверткаменен мындай балға болса болды. Мінекей. Келді. Оны қоямыз. Түсті. Енді ағылатын шығарамыз. Мінекей достар, бұны шығарып тастадық обоймасын.
Енді бұған новый подшипник кигізетін боламыз. Подшипнигіміз бұл. Бұл сырт жағы. Крышкасы. Резинкасы. Так, бізге бірінші мынаны қоямыз. Так, бұл былай келеді. Мына ескісін үстінен қойып қойғанбыз енді. Так, все. Енді екінші бетін. Ovallық 28 осын қойып жаймен ұрамыз. Орнына түсті. Бұл жағы да орнына түсті. Енді мына жаққа сальникті қоятын боламыз. Бұл сальник мынадан киіліп тұратын негіз бүйтіп. Осыған киіледі. Іш жағына май жібермеу үшін. Ілеге болу. Так. Бізге май керек. Литол. Литол. Мұны бүйтеміз. Бірінші шағына қоздырып аламыз. Подшипникті қойып жүрміз. Енді стопицаны қойсақ болады. Ішінде нәрсе болу керек. Осылай. Менің кішкентайым. Енді оған мынандай шайбасы бар. Бұл шайбы что-то жақсы емес екен. Оған өзінің ескі шайбасын қоямыз. Әрі жуандау, әрі надежный. Осылай. Так, ендігі мәселе. Мындай гаиксы бар.
Екіні кигіземіз. Жиырма төрт. Мінекей достар, бұл ауызды. Жақсы болды енді. Қолдамайды. Тағы да кішкене қысамыз. Мінекей. Өз орнына келеді. Мінекей достар, оны қысып қойдық. Енді бұған жәндегі стоппер шайбасын қойып, үстіне барабан қоямыз, дөңгелекті жинайтын боламыз. Мінекей достар, осылай үй жағдайында ступица печенье ауыстыруға болады. Енді келесі видеода алдыңғы дөңгелектің ступица печеньесін қалай ауыстырып, соны көрсететін боламыз. Рахмет, сау саламат болыңыздар.